Сен алғашқы кездесуде қашып кету керек жігіттердің 7 түрі. Бәріне сәлем менің құрбыларым. Сендермен әрдайым мен сүйікті интернет достарың Санжар Айдар. Менің каналыма қош келдіңдер. Бұл жерде мен саған жақсы жігітті қайдан тауып, онымен ұзақ әрі бақытты арақатынасты қалай құруға болатындығын айтатын боламын. Келесідей көріністі елестетіп көрейік. Сенбі күні керемет кеш басталайын деп жатыр. Сен боянып, ең әдемі көйлегіңді киіп, көңіл күйің көтеріңкі жігітпен кездесуге барып, уақытыңды тамаша өткізейін деп жатырсың. Бірақ сол кездесудегі кейбір жігіттердің түрлері арқасында сенің керемет кешің бір сұмдыққа айналып кетуі мүмкін. Сосын, құдайым-ау, қайда кіріп кеткем деп ойлап жатасың. Артынша бұл жігітпен екінші рет кездеспейтіндей. Міне, тура сол жігіттер жайлы бүгін біз сөйлесетін боламыз. Дайынсың ба? Онда кеттік. Біріншісі қарапайым қыз құмар. Бұл адамның аты өзін толықтай сипаттап жатыр. Бұндай жігіттер ақылды, көрікті және өздеріне толықтай сенімді болып келеді. Олар өз бағаларын біліп, кез келген қыздың басын айналдыра алып, әр адамның есінде қалуға тырысады. Тағы да саған гүлдер мен комплименттер жаудырып, бұндай сезімнің алғаш рет болғанын айтуы мүмкін. Сонда проблема неде екен? Басты мәселе оның аптадағы бар күндерінің жоспары алдын ала жазылып қойғанда және күн өткен сайын жаңа қыздың пайда болуында. Қыз құмар жігіт барлық қызға да бірдей комплимент айтып, оларды толыққанды білгісі келмей, маңызды нәрселерді есе сақтамауға тырысады. Не үшін екен? Себебі барлық қыздар ол үшін бірдей болып келеді және олардың барлығын бірдей есте сақтау қиын болып келеді. Видеоларым саған пайдалы болып жатқанына өте қатты қуаныштымын. Сол үшін дәл қазір лайк басып каналға тіркелуді ұмытпа. Ал біз жалғастырамыз. Екінші, түзелмейтін жылауық. Оның қандай екені бірден көзге түспеуі мүмкін. Бірақ өмір туралы әңгіме басталғанда ол шыдамай шағымдар жасауға тырысады. Себебі жігіт оны бір бітпейтін мәселелер мен шешілмейтін қиындықтар ретінде көреді. Сен кездесуге демалып қайтып жақсы уақыт өткізуге келесің. Ал ана есуас оны бір психологиялық, депрессиялық бір сеансқа айналдырып жібереді. Ол саған бір кездесудің өзінде бар жаралары, проблемалары, депрессиялар жайында баяндап үлгереді. Ондай жігітке жалпы қыз емес, психолог керек сияқты. Үшінші, жеке детектив. Кездесуде жүздеген сұрақтар қойып, өзі туралы еш нәрсе айтпай, бір тергеушінің рөлін ойнайтын құпия жігіттер де баршылық. Жасың қаншада? Соңғы жігітің қашан болды? Неге айырылыстыңдар? Қанша бала туғың келеді? Жалпы айтқанда бұндай жігітпен саған кездесуде өте ыңғайсыз болады. Себебі сен оны жақынырақ тану үшін келдің. Ал ол болса өзін жұмысқа қабылдаушы ретінде сезініп кетті. Тура осылай сені оның қызы болуға лайықтысың ба? Соны анықтайды. Төртінші, өзін жақсы көретін нарцисс. Бұл жеке детективтің қарама-қайшылығы болып келеді. Яғни ол өзін тым қатты жақсы көріп, тек өзі жайында ғана баяндай береді. Онымен қоса өзін мақтауды да ұмытпайды. Кеше мен ананы, бүгін мынаны, ертең ананы, ары қарай тура тізіммен. Ол кездесуге келсе де тек өзін көрсетуге келген. Осыдан саған мүлдем қызықпайтынын да аңғаруға болады. Бесінші, фантазер. Бірталай тірліктерді тек сөзбен ғана жасап тастаған жігіт. Ондайға мүлдем жауапқа да болмайды құрбыларым. Себебі оның әр айтқан екінші сөзі өтірік болып келеді. Бұның барлығы оның осы кезге дейін еш нәрсе бітірмей, ешқандай жетістікке де жетпеуінде болып келеді. Менің кеңесім қашыңдар. Алтыншы, мамасының баласы. Әрдайым анасының айтқанынан шықпайтын бұл бала өмірде ешқандай жетістікке өзі жете алмайды. Оқуға түсу, жұмысқа орналасу, жеке өмірін қатыру. Бұның барлығының артында жігіттің анасы тұр. Ондай адаммен арақатынаста сендер екеуің емес, үшеуің болатынына дайындала берсең болады. Сен, жігіт және оның анасы. Онымен қоса сен жігіт үшін ешқашанда бірінші орында болмайсың. Ал егер сен сонда да тәуекел жасап, онымен әңгімеңді жалғастырамын десең, онда жігіт сені әрдайым өз анасымен салыстыратын болады. Бұл тамақ жасауда, үй жинағанда, тіпті онымен сөйлескенде де сөйтіп бітпейтін шағымдарға дайын бол. Себебі сен не істесең де оның анасына ешқашан жете алмайсың. Және ол кісінің ойы әрқашанда шешуші болады. Жетінші, жалықтырғыш адам. Ондай адаммен кездесуге баратын болсаң, онда әрдайым сағатқа
қарауға дайындал, себебі сенің басың тек мына жалықтыратын кеш қашан бітеді екен деген ойлармен бос болмайды. Оны жаман жігіт демеймін, бірақ оның қасында сенің ұйқың келе беретін болады. Жігіттің өмірінде қызығушылықтары бар болса да, олар сенікінен әлдеқайда басқаша болып ортақ әңгіме де табылмай қалуы мүмкін. Ол қарапайым өмірде қайта әңгімеге жақын әрі көңілді болуы мүмкін, бірақ қызбен кездесуге келгенде ол қатты қобалжып кеткен болар. Немесе сендер жай ғана сөйлесу үшін ортақ әңгіме таппаған боларсыздар. Бұл ең жақсы жағдайда, ал ең жаманында ол барлық кезде де өзін солай ұстайды. Ал бүгінге осы, бұл жалпы толық емес тізім. Бірақ осындай жігіттер саған кездесуде түсіп қалса, онда олардан барынша аулақ жүруге тырыс. Видеода айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруге тілектеспін. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жеке сұрақтарың болса, онда комментарийге жаз. Мен міндетті түрде оқып жауап беремін. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше. Ой, Санжар Айдар.